Бәріне сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге денсаулық каналы. Бүгінгі видеода жатыр миома, киста, эрозия, тағы басқа әйелдер ауруының емін айтатын боламын. Видеоны жалғастырмас бұрын лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Олар да емделу жолын біліп жүрсін. Мен өзім жақында осындай шөп алдым, гинекологический деп аталады, алтай шөбі. Бұл шөптің құрамында әртүрлі шөптер бар. Құрамы боровая матка, манжетка, подорожник, зобник, спориш, донник, лапчатка, крапива, сурепка, грушанка, календула, тысячелетник, эспарцет деген шөптер бар екен. Осындай ауруларға қолдануға ішуге болады. Жатыр эрозиясы, жатыр аналық без қабынуы, жатыр фибромасы, жатырдың қансырауы, спайка жатырдың, жатыр трубасының қабынуы, миома, менструация бұзылғанда ішуге болады. Киста кезінде бастапқы уақытта ішуге болады. Қолданылуы: 2 үлкен қасық шөп 0,5 литр қайнаған суға саласыз. 30 минут тұрады. Содан кейін іше беруге болады. Күніне 2 рет 30 минут тамақтан бұрын. Емделу мерзімі 1 ай. 1 айдан кейін тағы емделгіңіз келсе, ортасына 10 күн салып үзіліс жасайсыз. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.